Йоу, бәріне сәлем. Бүгін бізде путь бомжа, яғни бомждың жолы екінші серия. Мен қандай машина алдым және ақша қалай таптым, оның бәрін бүгінгі видеода көресіздер. Каналды қолдап кетіңіздер, тезірек 100 подписчикке жетейік. Кім тамақ ішіп жатыр, ас болсын. Мен семей жұмысында 3-ші уровеньге жеттім. 3-ші уровеньге жеткен арқасында маған кейс бомжа берілді. Ол кейс бомжадан мен ФАЗ 2115 көлігін түсірген болатынмын. Және де сол көлікті сату үшін Ниске автосалонға келдім. Мен бұл көлікті алып авторинкқа бардым. Авторинкте бұл көлікті госқа селитейіп жіберіп, авторинктің ішінде өзіме көлік іздеуге көштім, яғни перекупқа. Мен бұл көлікті Малик деген адамнан 120К-ға сатып алып, бұл көлікте энзі жоқ екен, сондықтан энзі алуға Южныйға бардым. Мен күшті номер түсірдім, бірақ бұл номерді менде инвентарда орын болмай қалып, байқаусызда ауыз айналдырып жібердім. Бірақ та мен айналдыра беріп, мықты номерный знак түсірдім. 030-XXX03 регион. Бұл мен тоқтап қалмайын деп, тағы да номер алуға жөн көрдім. Маған мықты номерный знак түсті, бірақ менде интернет ұстамай қалып, ойыннан шығарып жіберді. Бірақ та мен берілмей, өзімнің көлігімді алып аукционға қайтадан келдім. Аукционда өзімнің түсіріп алған номерный знактарымды сатуға келдім. Өзімнің номерный знагымды 50 мыңға сатып, аукционда қарап жатқан кезде 5832 номерді сим картаны көріп, оны 5150 рубльге перебедетіп кеттім. Аукционнан шығып, өзімнің көлігімді алып, семей жұмысына қайтадан келдім. Бұл жерде мен задание орындауға келдім. Задание алып, айтылған жерге бардым.
Осылайша 5 жерге келіп, өзімнің заданиямды бітірдім. Өзімнің заданиямды бітіргеннен кейін авторынқа барып осы көлігімді сатуды жөн көрдім. Авторынқа кіріп, өзімнің көлігімді Арабик деген адамға 134.000 рубльге сатып жібердім. Енді авторынқтан шығып бара жатқан кезімде мені түрмеге админ тығып жіберді. Себебі мен Госплорумен авторынқа жүрдім. Бізде болмышын жолы 2-ші сериясы бітті. Сау болыңыздар.